Джон Кеханың бірінші тарауын оқып болдым. Ода ол не дейді? Маған жазылып кетіңіз. Мен көптеген ғылыми тілде жазылған кітаптарды жалпақ тілде, ауызекі тілде түсіндіруге тырысамын. Сол үшін мені жоғалтып алмаңыз, пікір алдырып кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Джон Кеха мидың шарықтау шегі жоқ, оның жұмыс істеу үшін бір-екі тәсілді пайдаланып, нәтижесін көруге болатыны туралы айтылады. Сол туралы алдағы тарауларда айтылам. Сол себепті маған жазылыңыз. Мысалға, сіз көлік сатып алдыңыз. Сіз ол көлікті жүргізу үшін оның моторының құрамы, ол қандай бөлшектерден тұрады, или не болмаса бензиннің құрамы қандай, ода осындай элементтер бар ма деген дүниені сізге білудің қажеті жоқ, сіз оны білмейсіз да. Сіз көлікті сатып аласыз, оны жүргізесіз, болды. Сол сияқты миды қалай пайдалану керек? Мысалға, тартылыс заңы мимен қалай жұмыс істейді? Ғаламдық тартылыстан мен миды қалай екеуін бір-біріне байланыстыру керек, қалай оның күшін арттыру керек, сол туралы осыда әдістер келтірілген. Күнделікті өмірде пайдаланып нәтижесін көруге болады. Сол туралы алдағы уақытта айтатын болам.